Assalamu alaikum, эфирде нәтиже программасы. Бүгін декабрьнан 27-сі жұма күні студияда сіздер мен Шевкет Наматуллаев чалышам. Апсте тұтывны да ярым елға ұзаттылар. Русияның Женеве арби махкемесі құрманда тұтылып терроризмде қабатланған. Уч ватандашымызға апсте тұтыв муддетіна девам еттірді. Сөз Арсен Абхаиров, Ескендер Абдулганиев ve Рустем Эмирусинов аққанда кете. Мабуслер видео бақвастасынен Ахмеджет сезосындан иштирак еткен. Адвокат Эдем Семилляев қайдеткенне көре ишгалжилер апсте тұтывны темелсіз девам еттірді. Основания все те же самые, могут скрыться, могут повлиять на свидетелей, могут уничтожить доказательства. Хотя мы с первого дня говорим о том, что все эти доводы ничем не подтверждаются, ребята никогда не пытались скрываться, сбегать, ни на кого влиять, и нет таких фактов, нет заявлений от каких-то потерпевших либо пострадавших. Однако суд, к сожалению, как здесь нас не слышал, так не услышал и Южный окружной военный суд. Уч Қырым татары бұл сене февраль айында тұтылған еді ишгалжилер оларынан евлерінде тентов кечіріп терроризмге алақалары бар деп апске алды. Ростов сезосының мемориеті анда тұтылған Қырым татар сияси мабуслерінің ақыларыны бозмаға девам ете. Бұны Украина омбудсмені Людмила Денисова айтты. Сөз Тимур Ибрагимов ve Сервер Зикирияев аққанда кете. Денисованың сөздеріне көре Ибрагимовның көзлері хаста, Зикирияевның есе бір сыра сүреклі хасталықлары бар. Омбудсмен Русиялы меслікдешіне мұражат етіп, сияси мабуслерге кереклі тибби ярдым берілмесіні талап етті. Адміністрація пенітенціарної установи на порушення міжнародних стандартів тримання осіб під вартою не надає нашим співгромадянам необхідної медичної допомоги. Крім того, Южний окружний воєнний суд Ростова-на-Дону відмовив в задоволенні клопотання сторони захисту про надання відповідної медичної допомоги Тимуру Ібрагімову та Серверу Зикиряєву. Тимур Ибрагимов ve Сервер Зикирияевны ишгалжилер бұл сене сентябрь айында Қырым сезосындан Русия территориясына кечірді. 6 Қырым татарыны 2017 сенесі октябрь айында тұтқан еділер. Хепсіні Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатлайлар. Мабуслерінен Деңіштірулев жедвелінде ич бір Қырым татары кірсетілмеген. Бұны Межлис рейсі Рифат Чубаров айтты. Оның сөздеріне көре, елінің сонына қадар евіне қайтып олажақ инсанлар арасында ишғал етілген Қырымда тұтылып, руслар тарафындан махкум етілген ич бір Украина ватандашы жоқ. Бұне берабер, акимиет не Межлис, не де сияси мабуслерінің қуранталарынан Деңіштірулев аққында музакерлер кечірмеген. Украина сөзді ЛНР ve ДНР етекчілерінің декабрінің 29-ында Деңіштірулев кечірмек аққында аңлашқан. Бұл күн аққында рус тешвиқатчылары да хабер ете. Сегодня в Крыму, за данными правозахисних організацій, десь 88 людей, які в тій чи іншій мірі позбавлені волі, починаючи від того, що вже чисельну групу вже засудили окупаційним судом і їх розкидали чи розкидують по власне території Росії. 88 людей позбавлені волі. Деякі з них позбавлені права на переміщення. У мене виникає питання, а чому ми не включаємо в список для обміну Муслима Алієва? 19 років йому дали колонії в окупаційному суді російському. Енвера Пекірова, 18 років колонії. Теймура Абдулаєва, 16,5 років колонії, і його рідного брата Узеїра Абдулаєва. Соңғы сефер мабуслерінен Деңіштірулев сентябрьнан 7-сінде кечірілген еді. Русия әсірлігінден 35 Украиналы евіне қайтарылды. Олар арасында Русия Керич боғазында тұтқан 24 деңізші Олег Сенцов, Владимир Балух, Эдем Бекиров ve Павел Гриб те бар еді. Ишгалжилерінің басқысы алтында имайжилерден вазгечкен Қырымда декабрьнан 17-сінде қырсызланған, сонысы тұтылған Денис Кашук мұстақыл адвокат қоршаламасыны істемеген. Бұны адвокат Назим Шейхмамбетов айтты. Оның сөздеріне көре ФСБ қадемлері оңа басқы етіп тек олар тайынлеген адвокатының ярдымынен файдаланмасыны талап еткен. Ақрабасы есе ишгалжилер кереклі танықлар алмақ үшін азапларға оғратадыр деп түсіне.
Сакариядаки кырым-татарлар диаспорасы Менлик маршында иштирак этмеге азыр. Буны диаспора юлбашчысынын муавини Чаглаян Карт айтты. Украина кытасындан ишгал этилген Кырымга марш азырланганы акында Мejlis рейси Рифат Чубаров хабар эткен эди. Onun сөздеріне көре, бұл маршнен дүнияға Русия халқара махкемелерінің қарарларына еріне кетірмегеніні көстермеге істейлер. Юрош дүния зорбалық ве ишгалге қаршы шиары алтында кечірілежектір. Мejlis рейсі бұл акцияға Украин сиясетчілері ве халқара тешкілетларының азалары қошылмасыны çağırdı. Bu yürüyüş, Kırım Tatarları halkının milli mücadelesini uluslararası arenada duyurması açısından çok önemlidir. Kırım Tatar halkının bu yürüyüşü asla şiddet amaçlı olmayacaktır. Amacımız haklı davamızda demokratik haklarımızı kullanarak tüm dünyaya sesimizi duyurmaktır. Biz Sakarya Kırım Türkleri Derneği olarak planlanan yürüyüş organizasyonunu destekliyoruz ve imkanlarımız dahilinde katılım sağlamayı düşünüyoruz. Buna katılımların sınırlı olması lazım. Yani gelen herkesi o yürüyüşün içine almak doğru olmaz. Bunu da kontrol etmek zordur. Provokatif hareketler olabilir. Rusya bugüne kadar bu tür hareketlerde her zaman sert tedbirler almıştır. Yine aynı sert hareketleri, sert tedbirleri alacağını düşünüyorum. Bir yaralанған ve keçken kun devamında 17 düşman atışıvı. Rus jenkeberleri Ukrayna arbileri pozisiyalarını ucumuna arttırgan. Ular çeşit kalibrlı granatometlarnen ateş açkan. Birleşken kuvvetler güçleri cevap olarak ateş açıp düşman ucumunu toxtatkan. Від початку поточної доби, 27 грудня, станом на 12 годину, російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли наших оборонців. За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок прицільних ворожих обстрілів сьогодні серед наших героїв немає. Миротворец ишгал етілген Қырымға Русейден келген бірінші треннің yolcularını қара жедвелге кірсетті. Бұл жедвелде рус журналистлері ве блогерлері де бар. Yolcularына Украин сыңыры бозылығы ве Украинаға қаршы пропагандада қабатлайлар. Эвел Қырым прокуратурасы қанусыз шекілде Қырымға Русия поезды кіргенінден себеп жинайдава башлатқан еді. Қырымда олған бұл ведегер вақиялар аққанда невбеті келеп қамызына сейретіңіз. Сусыз қалған ярымада, Қырымда ишгалчылар су етішмезлігінің насыл чесмекні тушуне, бойлелекнен ақяр сікенлеріні суынен тымин етмек үшін, екібен 20 кісінесіне қадар мында межгорная суын барыны толдырacak системаны құрмаға істейлер. Ишгалчылар планларына көре мында су Кача, Альма, Бельбек ве Салгир өзенлерінден ақып тушыжек. Русия незаретінде олған Қырым акимиетінде бойле етіп, ярымаданның Дженуби, Меркези ве Дженуби Гарби қысмыны суынен тымин етмек мүмкін olacak дейлер. Украинадан татлылықлар, Ақмесжетте Винница шекерлеме фабрикасындан рашен конфетлері ве шоколадны саталар. Максулатны ерлі базарларының бірінде бір қач нұқталарда көрмек мүмкін. Украинада бели бренднің татлылықлары базарға насыл келіп түшкенінің сатычылар айтмай. Малюм олғаны кебі Украинада ишлеп чықарылған рашен максулаты чун рус базарына кіріш қапатылды. Ама бір қач елі вел Ақмесжетнің түкенларында бұл бренднің татлылықлары қайдандыр пейда олды. Сатычыларның әтқанларына көре шекерлеме мақсуларыны ярымадаға бияс Русияден кетірелер. Татлылықлар ярдымы әтмейджек Қырымда 2020 сенесінден мескен коммуналь хызметлеріне фиятлар көтірілежек. Айрыча елнын 2-ші қысмында электрик энергиясында Қырымлылар 8%-ға чоқ төлейджеклер. Газның фияты да артаджақ, амане қадарға да биледігіл. Айны тарзда аманаман 20%-ға учақ билетлері да палылашты. Дымыр ел нақлиятына да фиятлар эксилмейджек. Экспертлер айтқанына көре, яны фиятлар вемескен коммуналь хызметлеріне тарифелер қарардан зияды артырылған. Виктория Козуб, Заман, АТР. Угурсыз Сефер. Казахстанда олған учақ қазасында 12 инсан елак олды. Яраланған украинлерде бар. 2 Украина ватандашы хастаханеге еткізгенлер деп хаберете тышышлер назерлігі. Тәхменен 100 инсаннен учақ Алматы жеварында қазаға оғырады. Бу сефер Алматыдан Нур Султанға олмақ керекеді, ләкин yolcular пайтақтқа келіп етмеді.
Танытқанда БКР учақ шirketінің учағы ерле валиманындан көтеріліп башлаганда бірден юксеклікні жойы башлады. Учақ бетон қораны тешіп, валиманы янында қорылып бетерілмеген бинаға урылды. Учақта 95 жолжу ve 5 экипаж азасы болунайды. Люди просят скорую, она не едет. Разбито много людей. Много трупов уже. Многих спасли, вытащили, вот спасатели работают. Бу сефер 12 инсан үчүн фажиялы олду. Олар арасында Казахстан генераллар шурасынын башы Рустем Кайдаров ve учак капитаны Марат Муратабаев үчүн. Занимайте. Только за ручку. За ручку только. 49 инсан зарар көрді. Оларның учу агыр алда булуна. Яралаганлар арасында 8 бала бар. Мы проводим спасательную работу. Здесь на месте работают спасатели. Также оцеплены сотрудники полиции полностью место происшествия. Ярын Казахстанда милли матем кунудыр. Казан не себептен юз бергені белли дегіл. Ола білген себеплер арасында пилотларның хатасы яда техники бозувларны кайдетелер. Каза себебі белгіленмегеніне қадар Фоккер юз лайнерлерде учувларны тоқтаталар. Бу учаклар Фелимингте yapılған. Оларны 1997 сенесінден башлап ишлеп чықармайлар. Тушкен лайнер сонки 23 yıl devamında seferler yapaydı. Anna Makarenko, Zaman, ATR. Budaqada netice programmасы sonuna yetipіңізге хайырлы ақшамлар ve rahatlık күнлеріңіз тынç geçmesini тілейім. Келecek haftadan rahatlık күнлері себебінден zaman haberleri yayınға çıkmayacak. Ama sizler ATR-den ayrılmanız көрішкенже.